Сейчас слово предоставляется Байымбетовой Курманкуль Сейджапаровне. Она будет представлять свою программу, даже две программы авторские элективных курсов. Пожалуйста, Курманкуль Сейджапаровна. Мгм. Қайырлы күн. Баршаңызға бүгінгі авторлық бағдарламаларды сыныптан тыс жұмысты қолданудың тиімді тәжірибесі. Мен Байымбетова Құрманкүл Сейчапарқызы Ильяс Жансүгіров атындағы 190 гимназияның көркем еңбек және бейнелеу өнер пәнінің сабағын беремін. Пән мұғалімімін. Осы мектепте 25 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. Бүгінгі бағдарламам, екі бағдарламам бар. Бірінші өнерлі қолдар бағдарламасы, екінші сәндік қолданбалы өнер бойынша. Екінші бағдарламам ол бейнелеу өнер пәніне арналған бірінші, төртінші сыныптарға. Мақсаты осы вебинарды өткізіп барысы сыныптан тыс жұмыстарды, авторлық бағдарламаларды қолданудың тиімді жолдарын көрсету, мұғалімдердің шығармашылық тәжірибесін тарату. Мен мына жерде екі программамды жаңағы сертификатталған және QR кодқа салып бағдарламаны көруге болады. Сол бойынша жасап қойдым. Енді өнерлі қолдар бірінші бағдарламам. Бұл 6-7 сыныптарға арналған, аптасына 1 сағаттан 34 сағат көлемінде арналған. Бұл мектепте, мен гимназияда жарты ставкамен жаңағы бұл программамды өткізіп жатырмын. Менің қасымдағы әріптесім Абдуллаева Ақбота 1 сағаттай көлемінде өткізеді. Бұнда сәндік қолданбалы өнердің ою-өрнек, сырмақтарды жасап көрсетулерінің көбісін осы үйірме арқылы көрсетіп жатыр. Мақсаты бұның оқушылардың эстетикалық талғамын және еңбек дағдыларын дамыту. Мазмұнда бұнда сәндік қолданбалы өнер композициясы, ұлттық өрнектер, нәтижесі оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады. Және де мен мына жерге орыс тілінде беретін мұғалімдер болса, мына жерде переводпен жасап қойдым. Енді бұл бірінші бағдарламам болса, екінші бағдарламам сиқырлы қылқалам бағдарламасы. Бұл бірінші, төртінші сыныптарға арналған үйірме. Мақсаты балалардың эстетика талғамын, түстермен жұмыс істеу дағдысын дамыту. Мазмұны түстер әлемі, табиғат көрінісі, ұлттық элементтер, әдістері, ойын, тәжірибелік жұмыс. Мен балаларды көрмелерге, жаңағы выставка және де конкурстарға балалардың жұмыстарымен апарамын. Мына жерде мен ойын түрінде және де әртүрлі әдістермен семинар беріп осы көрсетіп жатырмын да. Енді бір немде ұлттық музейде, мемлекеттік музейде жаңағы осы бағдарлама арқылы баланы үйретіп, көрсетіп, тоже конкурстарға апардым. Бұндағы өнерлі қолдар сиқырлы бағдарламаның тиімділігі бұл бағдарламаның тиімділігін айтатын болсақ, тиімділігі бұл оқушылардың жетістіктерінің артуы, оқу үлгерімінің жақсаруы, білім сапасының өсуі, дағдылардың сыни ойлау, зерттеу, коммуникация, шығармашылық күшеюі. Ал оқушылардың қызығуы мен белсенділігін арттыруы, сабақтан тыс ынта, жобалар, топтық жұмыстар, белсенді араласуы, өзіндік жұмысты көбеюі, оқу процесінің жақсаруы, сабақта барысында тиімді әдістерді қалыптасуы, оқытудың уақытты үнемдеуі, оқу материалдың меңгеруінің жылдамдығы. Мұғалімнің кәсіби дамуының өсуі осы бағдарлама арқылы өзімнің жаңағы әртүрлі шығармашылық көрмелер, конкурстарға қатысу арқылы жаңа әдістемелерді меңгерім, кәсіби беделімді арттым, рефлексия, өз тәжірибемді талдай алдым. Білім беру ортасының жақсаруы, ұжымда қолайлы педагогикалық атмосфера, ата-аналармен байланысты нығайып, цифрлық әдістемелік ресурстардың көбеюі.
тәжірибе таратуда өз тәжірибемді әріптестерге ұсыну, семинар, коучинг, шеберлік сабақтарды ұйымдастыру болды. Тәжірибе мектептің немесе өнердің деңгейінде қолдануым болды. Жүргізілген тиімді педагогикалық тәжірибемнің авторлық бағдарламаны әзірлеуде нәтижесінде оқу үдерісінің сапасын айтарлықтай жақсарды. Бағдарлама мазмұны мемлекеттік стандарт талаптарына сай құрылып, сонымен бірге оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырылып, авторлық тұрғыда толықтырылды. Қолданылған әдіс тәсілдерім оқушылардың қызығушылығын арттырып, олардың функционалдық сауаттылығы мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік берді. Тәжірибе нәтижесінде оқушылардың оқу жетістіктерінің өскенін, белсенділігін артқанын және оқу материалын терең меңгергенін көрсетті. Сонымен қатар өзімнің мұғалімдік кәсіби қызметтілігімнің дамып, оқу процесін жаңа технологиялар тиімді қолдануға дағдысымен күш алдым және де күшейді. Жалпы алғанда авторлық бағдарламаны енгізу оқу сапасын арттырудың, оқу процесін жаңғыртудың және оқушының жан-жақты дамуын қамтамасыз етуді тиімді жолы болып табылады мен үшін. Енді менің өзімнің шығармашылық жолым өнер әлемі деп білем. Өнер әлемі терең сырға толы. Әр адам өзінің бағытын, ой сезімдері мен эмоциялар арқылы жол көрсетіп, бір ғажайып әлем дейді. Әрбір суретші өзінің ішкі әлеммен табиғаттың әсемдігін өз қолымен бейнелеп, өз шығармашылығы арқылы әлемді танытады. Мен де былтыр өзімнің жеке шығармашылығымды көрсетіп, осы авторлық бағдарлама арқылы дамып, осы әлемді танытқандай болдым. Бірақ менің ұстаздық жолым тек қана өнерді сырын ашу емес, оның ұрпақтан ұрпаққа беріліп, әлемді түсінудің және мүмкіндіктерді ашу болып табылады. Суретші болу жеке шығармашылық жол, ал ұстаз болу басқалардың шығармашылығын ашу үшін көмектеседі. Енді айтатын болсам, авторлық бағдарламамыз дегеніміз не дегенде, авторлық бағдарламаны мұғалімнің өз шығармашылығы негізделген стандарттан тыс білім беру бағыты деп білемін. Және де менің осы қорытындылай келе авторлық бағдарламалар осы біздің мектепте жұмыс істеп жатқан басқа әріптестерімнің авторлық шығармашылық ізденіс жемісі, олар оқушылардың жеке қабілетін ашуына ықпал етеді деп білемін. Сол енді қорытындылай келе мен өзімнің кішкене қорытындылай сөзімді айта кетейін. Қорытындылай келген кезде, сабақ бұл мұғалім мен оқушының шығармашылық үдерісі, мұғалімнің авторлық әдістемесі, оқытудың тиімділігін арттырып, оқушылардың белсенділігін, қызығушылығы мен білім сапасын жақсартады. Шығармашылықпен ұйымдастырған сабақ олардың танымдық қабілетін дамытып қана қоймай, олардың өздігін ойлауына, ізденуіне және өмірлік дағдыларын игеруіне мүмкіндік береді. Сондықтан әр мұғалім өзінің оқыту стилін жетілдіріп, жаңашылдыққа ұмтылу қажет деп білемін. Және де менің жаңағы презентацияның ішінде видео бар, мектептегі жұмыс қызметімнің, және де мынау видеода былтыр біздің қалалық семинар өтті. Осы семинарда барлық шебер мұғалімдер, авторлығы бар мұғалімдер қатысып, өз шығармашылығын көрсетті. Мен де сол кезде өзімнің АКТ-ны қойдалана отырып, жаңа әдіс тәсілдермен өзімнің шығармашылық жұмыстарымды қойып, осы жерге қалалық семинарды үздік жақсы өткізді. Осында отырған әріптестерімде міне өз жұмыстарын көріп, жоғарғы деңгейде өтті семинарымыз. Міне шығармашылық ұстаздардың жұмыстарымен өте
жақсы деңгейде өтті. Енді осыны кішкене ғана көрсетіп өтсем деген ниетпен сіздерге көрсетіп отырмын. Қатысқандары бар, қатысқан. Мектепте мен бастауыш сыныптармен 8-9 сыныптардың оқушылармен жұмыс жасаймын. Қолданбалы өнердің сырларымен таныстырып, көп жұмыстармен бірге мектептің көрмелерін әшекейлейміз, әріптесіміз екеуміз. Міне біздің сабақтарымыздың жүріп жатқан кезі. Мынау шығармашылық жұмысымның кішкене көріністе көрініп қалды. Міне біз әр аудандағы шебер ұстаздардың мынау авторлық бағдарламасы арқылы өздерінің осы біздің мектепке келіп көрсетті. Так, енді соңғы авторлық бағдарламалардың мұғалім шығармашылық ізденістің жемісі осылар. Олар оқушылардың жеке қабілетін ашуға деп ықпал етті деп біздің мектептің. Менің авторлық бағым сәндік қолданбалы өнер бағдарлама болды, қолданбалы өнер болды, өнерлі қолдар болды. Сызу пәнінен авторлық бағдарламаның ол болды. Олардың бәрін енді 5 жылдан өтіп кетті. Енді жаңадан мынау өнерлі қолдармен цифрлы қалам бағдарламасы кейін кезде шықты. Енді осы цифрлы қалам бағдарламасы арқылы мен мынандай Камтазия студиясы арқылы курсты оқып онлайн кезінде, одан кейінгіде YouTube каналында сілтемемен осы сабақтарды ұйымдастырып өзім бердім. Және де музейде мастер-класстар өткіздім. Жаңағы қаланың инклюзия балалары және балабақша балаларына, мектеп оқушыларының балаларына не бердім, ашық сабақ бердім, мастер-класстар бердім. Және де мен тәлімгерлікпен де айналысып, осы тәлімгерліктен сурет маманы бойынша қала мұғалімдерімен де көмектесіп, шығармашылықпен айналысып, және суретшілермен, этнодизайнмен, евразиялық дизайнермен онымен де айналысып көрсетемін. Мынау Стамбулдағы оқуға курсқа барып, ол жерде де өз өнерімді көрсетіп, жаңа шығармашылық, авторлық бағдарламамды айтып өттім. Енді Жапарна, я предлагаю вот в этот чат, я знаю, у вас есть 2 ссылки на YouTube. Ссылки на YouTube канал вот сюда прям в чат дайте, и люди потом скопируют и посмотрят. Хорошо. Бұл енді осымен өзімнің шығармашылық авторлық бағдарламамен шығармашылық жұмыстарым, еңбектерімді көрсетіп, сіздермен бөлісіп отырмын. Енді ізгі ниеттеріңізді жазсаңыздар болады. Рахмет. Маған қатысып, осы тыңдап, өз бағаларыңызды бересіздер. Рахмет, Курманкуль Жапарна. Следующий выступающий